Ең бірінші себеп, былай айтсақ болады, Каспи сіздерді интернетте кредит алуға итермелейді. Яғни рассрочка алуға итермелейді, жалпы сондайға итермелейді. Неге? Ол үшін мысалы сіз Каспидің приложениясына қараңыздар, сол жерде немесе кез келген Каспидің партнерларына барсаңыздар, Каспиде бонус деген болады да. Сол бонусы әдетте Каспи Голдтан гөрі Каспи Редта көбірек болады. Каспи Ред деген мысалы бір дүниені аласыздар, 4 айға бөліп ақшасын төлеуге болады. Неге олай десеңіздер, Каспи Ред арқылы өздерінің сол партнерларынан көбірек комиссия алады да. Мысалы сіз Каспи Голдпен төлем жасасаңыз, ол компания сол Каспи Голдтан 0,95% комиссия алады, бірақ рассрочка алсаңыз енді 15%-ның шамасында комиссия алады. Егер де Каспи Редпен төлесеңіз 10%-ның шамасында комиссия алады. Яғни Каспиға сондай проценті комиссиясы көбірек болғаны ыңғайлырақ, сондықтан деп ойлаймын мен.